Торттың арасына қолдануға болатын крем-чиз на сливках дайындайтын боламыз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудраны салып, жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Одан кейін 30-40 секундтай миксерлеп жібереміз. Енді салқын сливкемізді үстіне құйып, кішкене араластырып, одан кейін тағы да миксермен 1-2 минут миксерлейміз, қою болғанша. Қою, плотный болу керек кремдеріңіз. Осымен креміміз дайын. Бұл кремді қалаған торттарыңыздың арасына қолдануға болады. Бұл кремді алдын ала дайындап қойға болмайды. Торттың арасына жағатын кезде ғана дайындау керек кремді.